Нұргүл Мыңғатова жеке өмірі, шығармашылығы жайлы айтып берді. Баламның әкесі жайлы айтпаймын. Көпшілікке Келінжан сериалындағы Балқия келін болып танылған актриса Нұргүл Мыңғатова балалық шағы мен жеке өмірі жайлы сыр шертті. Әкем ерте қайтыс болып кетті де нағашы апамда папа деп 5-ші сыныпқа дейін сол кісінің қойнында ұйықтайтынмын. 3 жыл бұрын ол кісі де дүние салды. Балалық шағым жақсы өтті, нағашыларым жақсы тәрбие берді, қарады. Кішкентай күнімнен еңбекке араластым. 5-ші сыныптан бастап сүт саттым. Әскери қалашық болатын, соған бір қолыма 6 литр, екіншісіне 6 литр сүт алып, үйді көп қабатты үйлерді аралап шығатынмын. Бар білген орысшамды айтып, олар менің тіліме қызығатын ба еді, әйтеуір тез сатып қайтушы едім. Ал кешкі сүтті көршілерге саттым, бірақ еркін өстім, еркелетіп өсірдім, бәрі өз ретімен, өлшерімен болатын, деді Нұргүл. Актриса анасының небәрі 27 жасында жесір қалғанын айтып берді. Әкеміз қайтыс болған соң Аягөзге нағашыларымыздың қолына көшіп келдік. Анам оқуға түсетін болды да, ағам екеумізді тастап Алматыға кетті. Кейін Аягөзден 3 бөлмелі пәтер алып біз бөлек шықтық. Анамыз сол күйі тұрмысқа шықпады. Ол кезде бала едік қой, бәлкім бізге білдірмей сырттай араласып кездесіп көрген шығар, бірақ тағдырым біреумен тоғыстырмады. Мен де қазір жеке өмірім жайлы ешкімге айтпаймын, білетіндер де көп, білгісі кеп сұрайтындар да аз емес, бірақ ол туралы айтпаймын. Кішкентай шиқылдағымда босанғанымды да көп адам білмей қалды. Қалай сонда, бұл баланың әкесі кім, асырап алған жоқ па деп небір әңгімелер айтылды, бірақ ол туралы еш жерде тіс жарып айтқан емеспін, деді актриса. Нұргүлдің танымалдылығы Балқия әнінен кейін арта түскен. Қазір ол тойларға шығып ән де айтып жүр екен. Балқия әнінен кейін кавер-шоу бағдарламасына қатыстым. Ақырындап ән жаздыра бастадым. Қазір енді тойға барсам, әнші актриса деп таныстырып қалады, бірақ мен әнші емеспін. Қоржынымда бұйырған 5 әнім бар, тағы жаздырам ба деп жүрмін. Алматының ішінде 500 мыңға, ал сырт жаққа сәл қымбаттау бағаға барып өнерімді көрсетіп кетемін деп ағынан жарылды Нұргүл Мыңғатова.